Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін Рико KZ, мен персонаждардың навыгы туралы жайында айтатын болам. Бүгін қай персонаж қандай навыкқа ие. Ойбай, мен бұны білемін, бәріне үйретпей қойса деп әңгімедің қажеті жоқ. Өзі сұрап жүрген балдар біледі, каждының атын айтудың қажеті жоқ. Өздері біледі, солар үшін арналды. Ал сендер бүкіл персонаждың навығын білетін болсаңдар, просто қарап отырып смело лайктарыңды баса кетуді сұраймын. Болды, все, сендерден сұрарым. Так, бүгін мен персонаждардан бастайтын болсам, так, менде Рафаэль персонажы бар. Бұл менде Рафаэль персонажы, бұл былай тұрады, настройкаға кірсеңдер, так, Рафаэль менде ерден көшек тұрады. Осы көшекті басып қоясыздар, Рафаэль танытсаңыздар, 7 секундқа дейін сіз көрінбей тұрасыз, кәдімгі көшек тағылған секілді болып тұрасыз. Сен драбашпен атасың, либо или М40-пен атасың, көшек тағылмайды, автоматтан атсаң да, сенде 7 секундқа дейін көшек тағылып тұрады. Ал бізде мене Вуконг персонажы да бар. Вуконг персонажы бізде бұл да типа сол секілді, Рафаэль секілді. Так, бұл да неде, он Рафаэльдің орнына шөп тұрады. Так, сіздер қашып келеді, атысып келе жатасыздар ғой. И потом сіздер шөптің араларына кеп қалсаңыздар, сол шөпті басып қалсаңыздар, бұл да Вуконгымызда 7 секундқа дейін шөпке айналып кетеді. 7 секунд шөп толып тұрады. И так, потом бізде тағы персонажы, бізде Моко персонажы, бізде Моко менде қап-қара болып кетті, оны жағатын назар аудармай қойсаңыздар болады, торткалаг айтып жатыр. Бізде Моко персонажы, бұл өте отрядпен ойнағанда өте қатты қажет персонаж деп айта аламын. Себебі бұл персонажбен сіз адамды атсаңыз, ол адам төбесінен стрелка шығып тұрады. Сіздің көрмей жатқан отрядыңыздың бәрі көп тұрады, және ол да 7 секунд ұзағырақ тұрады. Мокода 4 секундқа дейін созылады, менде 4 секунд созылып тұрады. И сол 4 секунд бойы сіз адам бір үйдің атынан не бер жаққа шығатын болса, сол жағын көріп тұра аласыз. Моконың навыгы осындай міне достар. И потом біз келесі персонажымызды айтар болса, келесі персонаж бізде Антонио персонажы. Так, бізде Антонио міне көрсете кетейін, аңғарыңдар. Антонио бірінші левел 10 қыпы, 210 қыпы болады. Ал сіздер дамытатын болсаңыздар, Антонионы 235 қыпы болады сіздерде жеги. Лишний 235 қыпыларыңыз болады Антониомен ойнасаңыздар. И потом Каролина дейді. Бізде Каролина персонажы міне қолында спас тұр. И осы спасты алса Каролина келли секілді, бұл да тез жүгіреді. Каролинаның спасылдың осы навыгы. Қатты жүгіреді. Каролина осы драбаш не спас алып басаңыздар. Каролина драбаш жақсы өретіндер, Каролинаның ойын алып кеңес беремін. И потом бізде менің сүйікті персонажы Мигель. Біздің Мигель персонажы, так, бұның способності, сіздер адам өлтіресіздер ғой, и кривок жегенде 70 қыпы береді ғой. Сіздер адам өлтіргенде дәл сондай қыпы береді. Так, мен бұны 6-ға дейін дамытқам. Так, мен 5-ші левел, қазір 5 деп тұр. И осы сіздер дәл осылай дамытсаңыздар 70 қыпы береді. И потом, так, менде персонаждардан София персонажы ең қажетті персонаж, барлық тереңізді айта кетейін. Бұл ең қажетті персонаж бізде кәдімгі автоматты болады ғой, скар сондай оқтардың. Так, менде қазір 150 патрон место алмайды, 150 патрон орны жоқ болып тұрады. 200 патрон смело сияды автоматтың өзіндікімен бірге. Сізде автомат салсаңыз, автоматтың патроны дым есептелмейді. Ал Тимур персонажына келетін болсақ, бізде Тимур бұл былай. Сіздер фактор немесе төбеде алдыңызға түсіп қалса қырылатын кезде, и бұл Тимур персонажы қазір менде, так, Тимур 5-ші левел, и алдыңызға түсіп қалған кезде қорқып атсаңыз, құлақпен барып бір ұрсаңыз, М40-де бәрінде өлтіре алады. Өйткені адамда 200 қыпы болса, бұл 385 қыпы алады. Менде почти 400-ге жақындап қалды. И потом бұл ближний бойға Максим персонажы. Максим бізде способності. Бұл Максим бізде, и бұл аптечка гривокты тез қабылдайды Максим бізде. Мен 8-геден фулық тақасаңыздар, біз 5 секундта, кәдімгі обычный персонаж 5 секундта қабылдаса, ал Максим 2,5 секундта қабылдайды жеге. Максимде өте керекті персонаждардың бірі. И так, біз потом келесі персонажға өтейік. Бізде келесі персонаж Лиза. Так, бізде Лиза Лиза бізде былай,
Лизамен сіздер машинада қатты жақсы көретін болсаңыздар, Лизаға отырыңыздар. Ошым кәдімгі обычный персонаждар жүзбен айдаса, бізде Лиза максимум дамытыңдар 140-қа дейін шығара алады. Ошым Лиза 2 есе көп, 100-тен де асырып, 140-тан да асырып жеруі мүмкін. Мүмкін ол да енді бірақ өзім сынап көрмегендіктен айта алмаймын. Лиза машинамен айдайтын, машина ұнататын жегелерге айтар кеңесім осы. Так бізде Никита бұл бізде, ошым Никита бізде ол так не еді? Никита бізде және бұл патронды тез оқтайды, ошым патронда тез ауыстырады, тез перезарядка қылады. Никита ол ошы қажеті жоқ персонаж. Достар, бізде Келли персонажына келіп қалпыз. Келли персонажы обычный персонаждардан қатты жүреді, оны дамытқан сайын пайыздар күшейеді. Және де бұл үшін біздің персонаждар қазіргі обычный персонаждар 100 метр арақашық болса, 100 метрге жарыста бізде Келли 12 метр арақашықта ұтып келуі мүмкін. Үшін примерно солай есептедім, өзімді көргенде 12 метр алдыға шығып кетеді, 100 метрге жарысып көрдік біз Келли персонажымен бірге. И бізде Оливия персонажына келетін болсақ, Оливия бізде үшін ол сіздер қасыңызда отряд ойнайсыздар ғой, и потом сол отрядыңыз талып, не осы жерге құлап қалса, жатқашты соса біреу атып, и осы Оливиямен көтерсеңіздер, үшін сіздерде Оливия үшін не ойрады ғой, кәдімгі обычный көтерсеңіздер, қазір 20 қана қыпығы береді, ал мына жерде мен қазір дамытатын болсам, и 44 қыпы қосып береді Оливия бізде. Оливия көтергенде жақсы отрядта үшін көмектесіп бір-біріне жан береді. Вау, Эндрю бізде, так деге бұл Эндрю. Так бұл Эндрю неге? Ошым Эндрюді міне броня неге суретіп тұр деп ойлайтын шығарсыздар. Эндрю ошым сіздер урон береді, урон бергенде Эндрюдің бронясы жарылуы өте жай. Сондықтан Эндрюді анда-санда қолдансаңдар болады. Эндрюде өте жақсы персонаж, бронясы сыну өте жай, Хайато атқан кезде өте керекті болады. И потом бізде Форд персонажы, Форд мене қап-қарап кетті, өзде қара негізі. И потом бұл Форд персонажы, Форд бізде зонада қалып қоясыздар, зонада қалғанда жандарыңыз екеше жай кетеді. Ошым екінші зонада 2 жан алса, 2 қыпыдан алса, бұда 1 қыпыдан алады. 8-ші соңғы зонада 8 қыпыдан алса, бұда 4 қыпыдан алатын болды. Фордты ошым рейтингте крысалар үшін өте жақсы. Адам мен Ева бұның дым способності жоқ. Ал Лаураға тоқтала кетейік, және 2 персонаждар бізде Лаура персонажы әлі алынбады, бірақ алу керек бұнадан. Лаура персонажы бұның ошым дальница точно. Сіздер Фамос, М40 дробаш аласыздар ғой. И потом соны атсаңыздар, и оқтар жан-жағы шашырып кетеді ғой. Дробашқа қажет бұл. Оқтар 8 оқ болса 8-де шашылады ғой. Дәл сол 8 атсаңыздар, бәрі бір точкаға тиеді. Лаурамен өте керекті персонаж деп айта аламын бұл Лаураны. 8 оқ жан-жағы шашырмай бір точка ғана тиеді. Адамдарды өлтіру мүмкіндігіңіз өте жоғары лайды ошым. Хайато соңғы персонажымыз бұл Хайато деген, вау, не деген персонаж, әдемі киімде. Так бізде бұл Хайато персонажы, так біз бұмен адамдарды атамыз, и адамдардың қыпыс кетеді, кейбіреулерде бронясыны жай болады. Ал бұл Хаятомен атсақ адамға қанша урон берсек, бронясы дәл солай сынады. Ошым 110 қыпы берсек, ошым бронясы бірден сынып түсіп қала салады. Так 110 қыпы бересіздер, бір 100 қыпы берсеңіздер атыш қабыласа, и атса келесінде сразу броня жарылады. Так, сразу броня жарылады ошым. Так, бүкіл персонажды айттым деп ойнаймын, бүкілін айтып кеттім мен. Так, өзімізді мегел өтті балақ. Так, бүгінгі видео осы болды. Жеге ошым барлықтарың ұнады деген ойдамын. Ойбай, мен бәрін білемін, неменеге үйретіп жатсың деген әңгімелес керек емес. Ошым менен сұрап жүрген балдар бар, соларға арнап видео жасап шығардым. Бүкіл персонажды таныстырып өттім. Бұндай әлі видео ешкім шығармайды деген ойдамын, және шығармаған да шығар. Мен алғашқы персонаждар таныстырып өтіп жатырмын. Орысша түсінбей жатқан бауырларымыз болса, осыны қараңдар. Префайрға жағына қосылып жатқан дегендей ошым. Сау болыңыздар достар, сендермен бүгін болған Рикок-KZ. Бүгінгі біздің видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналға тіркеліп, колокольчикті басып, смело лайк қойып, и потом астына әдем топ-топ комментарияларымды жазып кетіңдер. Келесіде не видео түсірейін, соны да міндетті түрде астына жаза кетіңдер. Осым, чао, сендермен болған Рикок-KZ. Сау болыңыз достар.